Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жасалатын тағамымыз соя ірімшігінен жасалған ыстық салат. Ірімшікті жұқа төртбұрышта турап аламыз. Екі жұмыртқаны чағып, аздап тұз салып, жақсылап араластырып, туралған бұршақ ірімшігінің үстіне біркелкі құямыз. Азырақ қызыл бұрыш, көк пияз, сарымсақты майдалап турап аламыз. Бір ыдысқа дәмдендіргіштерімізді қосып дайындап аламыз. Бір қасық устрица соусы, 2 қасық соя соусы, 1 қасық тәтті соя соусы, 2 қасық қызыл бұрыш майы, жарты қасық ақ бұрыш, 1 қасық тұз, 1 қасық көк бұршақ крахмалы, үстіне 1 кесе су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қуырардың алдында артық жұмыртқасын сүзіп аламыз. Қазанға азырақ май құйып, азырақ қызғаннан кейін бұршақ ірімшіктерін салып, 2 жағын қызартып қуырып аламыз.
бұршақ ірімшігін қызартып сүзіп аламыз. Қазанға азырақ май құйып, қызыл бұрыш пен сарымсақты иісін шығарып қуырамыз. Даярлап алған дәмдендіргішімізді бұршақ ірімшігі бататындай су құйып, қайнатып аламыз. Суы тартылып қойылғаннан кейін көк пиязымызды салып араластырамыз. Мінекей осымен бүгінгі тамағымыз дайын болды. Бұл тағамымызды бұқтырылған күрішпен жесе өте дәмді болады. Көптен бері каналымызға шыға алмадық. Алдағы күндерде жақсы тағамдар дайындайтын боламыз. Қолдағандарыңызға көп рахмет. Тамағымыз ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, құнды пікірлеріңізді жазыңыздар.